Онкологиялық аурулардан айығу 95%-ға паллиативті көмекке байланысты. Облыстық онкологиялық диспансердің мейірбикелері мен психологтары науқастарға сапалы қарау мен туыстарына моральдық жәрдем көрсетуге үйретті. Онкологиялық дертке шалдыққандарды қолдау жөніндегі Салауатты Азия қоғамдық қорының президенттері біздің өңірге арнайы келіп, мамандарға 3 күндік тренинг өткізді. Салауатты Азия қоғамдық қорының президенті Нағима Плахих онкологиялық ауруды өз басынан өткерді. Сондықтан ем-дом қабылдаумен қатар науқастарға моральды қолдау мен жақсы күтім жасау өте маңызды екендігін жақсы біледі. Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырысымен паллиативтік көмек көрсетуді және мейірбикелік күтімді жетілдіру жобасын іске асырып келеді. Говорить о том, что паллиативной помощи сегодня в Казахстане нет, это неправильно. Қазақстанда паллиативті көмек көрсетіліп жүрген жоқ деп кесіп айта алмаймыз. Біз тек науқастарды осылайша қолдаудың маңыздылығын тағы бір мәрте еске салып, заманауи әдістерге үйретеміз. Бірінші күні біз дәрігерлермен, екінші күні мейірбикелермен және психологтармен, енді бүгін әлеуметтік қызметкерлермен жұмыс істеудеміз. Нағима Жұмашқызының айтуынша паллиативті көмек диагноз қойылғаннан бастап жүргізілуі керек. Сонымен қатар өмір сапасын жақсартудың арқасында аурудың соңғы сатысына шалдыққандардың ғұмырын ұзартуға болады. Науқастармен қатар оның жақындарына психологиялық қолдау көрсету өте маңызды. Вчера был тренинг по медицинским сестрам. Онкологиялық ауруларға шалдыққандар сапалы емдеу мен моральды қолдауға зәру. Бұл орайда әлеуметтік қызметкерлердің маңызы зор. Біз үйде демалып жатқандарға келіп, өз міндетімізді орындап қана қоймай, науқастармен жылы сөйлесіп, болашаққа үмітпен қарауға септесуіміз қажет. Бұл жоба өткен жылы еліміздің 6 өңірде жүргізілді. 176 маман оқу курсынан өтіп сертификатқа ие болды. Биыл тренингтерге 3 облыстың өкілдері мен Алматы қаласының 300 медицина қызметкері қатысады. Әсел Оразбаева, Ерлан Қалиев, ақпарат.